Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсем. Бүгін сіздерге үй жағдайында керемет әдемі сорпа видео рецептісін ұсынатын боламын. Және де осы видео рецепті бойынша жасаңыздар, дәмі керемет, өте тіл үйретін сорпа болып шығады. Және де видео рецептін көрместен бұрын осылай YouTube'қа кіріп, поискқа Әсем Пазылова деп жазсаңыздар, менің видео рецептілер түсіретін каналым шығады. Осы каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алғашқылардың бірі болып көріп отырасыздар. Осылай шортс видеолар және де плейлист бар. Сол жерде папкаге бөліп қойғанмын. Ас мәзір фастфуд тағамдары шығып отырады. Қазанға етімізді салып, суымызды құйып, бір қайнатып аламыз. Содан кейін жақсылап көбігін алып, тазалап алып, етті 2 сағаттай қайнататын боласыздар. Мен бұл жерде сиыр етін қолдандым. Және де етіміз қайнап жатқан кезде осылай картошкамызды, сәбізімізді, пиязымызды жақсылап жуып тазалап алып, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қандай заттар керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Міне осылай кубиктап жақсылап турап аласыздар. Перец болмаса қоспасаңыздар да болады. Мен қатырып қойған осындай перецтерім бар етін, соларды қостым. Және де менің етім 2 сағаттай қайнады. Содан кейін осылай пиязымды, сәбізімді бәрін салып қайнатып аламын. Жарты сағаттай қайнатып алдым. Картошкам пісті. Жарты сағаттан кейін жақсылап осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап қайнатып аласыздар. Және де мен магидің приправасын қостым, сиыр етіне арналған. Қоспасаңыздар да болады. Приправаны қоспасаңыздар да болады, себебі сорпаның өзі де көп қайнағаннан кейін еттің әдемі дәмі шығып тұрады. Сәбіз, картошка, перецтердің де. Және де қолдан иленген осылай кептірілген кеспемді де салдым, 15 минут пісіріп алдым. Қолдан жасап жұмыртқамен илеп, әдемілеп кептіріп қойған кеспем болатын. Содан кішкене қостым, 15 минуттан кейін пісті. Қоспасаңыздар да болады. Міне әдемі сиыр етінен дайындалған сорпамыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Және де видео ұнаса лайк басып, әдемі комментарий жазып қойсаңыздар да болады, достар. Және де қандай видео рецепті түрлерін, қандай тағам түрлерін шығарайын жазып қойыңыздар.